ашығу кезінде энергия өте көп болады. Адамдар жасай алмайтын тірлігін жасап тастауы мүмкін, шеше алмай жүрген бір мәселелерін шешіп тастауы мүмкін. Не үшін? Өйткені ашығу кезінде бізде ми тынығады. Тыныққан ми жақсы жұмыс жасайды ғой, білесіздер, біз күнделікті тамақ жегеннен кейін ағзамыз сол еще беймезгіл жейміз ғой тамақты. Сол тамақты қорытуға өте көп энергия жұмсайды. Сол тамақты қорытуға кетіп жатқан энергия миымызға жетпейді ғой. Біздің бизнесте жүрген адамдарға әсіресе ашығуға кеңес беремін. Өйткені именно ашығу кезінде мидың дұрыс жұмыс жасауы, мидағы нейрондық қызметтің нейрон деп айтамыз ғой біздің мидағы клеткаларды, нейронның жақсы өзінің эффективный жұмыс жасауына, сигналдарды бір-біріне жақсы беруіне, ағзаға, біздің асқазанымызға кетіп жатқан энергия уже миымызға кетіп бастағаннан кейін көп адамдар бастай алмай жүрген нәрселерін осы ашығу кезінде бітіріп тастайды. Негізі күшті нәрсе ғой. Негізі ашығу бизнестегі адамдарға, денсаулығы нашар адамдарға, артық салмағы бар адамдарға күшті инструмент. Просто дұрыс қолданса болды да осыны. Және өте арзан дейсіз ғой. Өте арзан, иә.